Барлығыңызға сәлем, біз бүгін осындай дәмді әрі керемет кешкі ас дайындаймыз. Бізге қажетті заттар пияз, сәбіз, чеснок, картоп және де тауық болады. Бірінші кезекте осылай картопымызды ыдысқа салып, пюре жасау үшін оны газымызға пісіруге жібереміз. Келесі кезекте начинкамызды дайындауға кірсек, ол үшін ең алдымен осылай сәбізімізді жақсылап турап, көбіктеп аламыз. Сәбізімізді турап болғаннан кейін бір ыдысқа салып бір шетке алып қаламыз. Келестен осылай пиязымызды өздеріңіз қалағанша етіп турап дайындап аламыз. Енді бізде чеснокты осылай пышақпен қолымыздың көмегімен басып, жақсылап турап аламыз. Бұл бізге чесноктың суын шығару үшін қажет болады. Чесногымызды турап болғаннан кейін енді тауыққа көшейік. Тауықтың осындай мен сыртқы бөлігін терісін алып тастаймын. Сіздер өзіңіз білесіздер. Не сіздер болмаса куриный филе, яғни тауықтың филесін қолдансаңыздар болады. Сыртындағы терісін алып болғаннан кейін осындай екі шетіндегі артық сүйектермен алып тастадым. Сіздер өздеріңіз көресіздер. Және де кейіннен тауығымызды жақсылап кішірек етіп турап аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын болды, енді отқа қуырып аламыз. Газға осылай табамызды қойғаннан кейін үстінен қалауларыңызша сұйық майды құйып, одан кейін пияздан бастап қуырып бастаймыз. Пиязымызды салып, жақсылап тұрып, қызартып тұрып қуырып алатын боламыз. Ал егер де қазір бірінші тауығымызды қуыратын болсақ, тауығымыздың суы шығып, пиязымыз дұрыс қуырылмай қалуы мүмкін. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін үстінен тауығымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Тауығымыз қуырылып болғаннан кейін осылай мен кетчуп қостым. Біздің үйдегілер кетчуп ұнататын болғандықтан кетчуппен жасадым, ал сіздер томатная паста қоссаңыздар болады. Осылай барлығын жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. Келесі кезекте осылай сәбізімізді салып, жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша тұз және де приправаларды қосасыздар. Мен бұл жерде бір ас қасық тұзды қостым және де паприка, бұрышты қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырдым. Начинкамыз дәмді әрі қою болу үшін мен осылай президент плавленый сырын қостым. Бұл енді өздеріңіздің қалауларыңызша, оны қоспасаңыздар да болады. Кейіннен осылай бір стакан суымызды құйып, жақсылап тұрып бетін тегістеп, қақпағын жауып қоятын боламыз. Бұл бізде шамамен жарты сағат көлемінде дайын болады. Енді пюреміз
тағамымызды дайындайық. Менде картоптарым пісіп шықты. Мен осылай үстінен сүт қостым, және де сары май қоссаңыздар болады. Сүт, тоз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде осындай әдемі әрі жұмсақ пюреміз дайын болып шықты. Енді тамағымызды құрастырайық. Осылай тарелкамыздың бір шет бөлігіне пюремізді салып, әдемілеп тұрып әсемдеп шығаратын боламыз. Келесі кезекте дайын болған начинкамызды пюреміздің қасына әдемілеп тұрып салатын боламыз. Мен осылай оформление үшін қызанақтың бірнеше бөліктерін бетіне қойдым, және де кепкен петрушканы қосып әрледім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Бұл тағам бізде өте дәмді болып шығады. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдырыңыздар.